Сәлеметсіздер ме? Сіздермен Алматы мемлекеттік жаңа технологиялар колледжінің өндіріс шебері Тулебаева Мадина Маратовна. Мамандық тігін өндірісі және киімдерді үлгілеу. Пән бұйымдарды өңдеу бойынша кәсіби дағдыларға ие болу практикасы. Сабақтың тақырыбы ұштары қондырылған жапырақшалы оймалы қалтаны өңдеу. Сабақтың мақсаты жапырақшалы оймалы қалта бөлшектерінің аталуын, технологиялық бірізділік бойынша өңделуін оқып үйрену, қалта түрлерін қайталау, қалта пішім бөлшектерін қайталау, ерлер астарлы күртесінің алдыңғы бойындағы ұштары қондырылған жапырақшалы оймалы қалтаны тәжірибе жүзінде орындау. Дамытушылық студенттердің жаңа тақырыптан алған білімдерін жетілдіру, талғамдарын, ой өрісін кеңейту, кәсіпкерлікке баулу. Тәрбиелік студенттерді ұқыптылыққа, шыдамдылыққа баулу, мамандыққа деген сүйіспеншілігін арттыру. Жаңа тақырыпты түсіндіру. Жаңа тақырыпты бастамас бұрын қалта түрлерін қайталайық. Қалталар сыртқы түріне байланысты 3 топқа бөлінеді. Жапсырма қалта, тігіске түскен қалта және оймалы қалта. Жапсырма қалта әртүрлі фигуралы, төртбұрышты, дөңгелек және астарлы болады. Тігіске түскен қалта жан бүйір қиығында, бедер қиықтарда орналасады. Оймалы қалта екі жиекті, жапырақшалы және қақпақшалы болады. Жапырақшалы оймалы қалта түрлері. Жапырақшалы оймалы қалтаның екі түрі бар. Суретте көрсетілгендей, біріншісі ол ұштары қондырылған жапырақшалы оймалы қалта, екінші ұштары бастырылған жапырақшалы оймалы қалта. Жапырақшалы оймалы қалтаның бұйымда орналасуы. Яғни, бұйымда орналасуы модельдің әртүрлілігіне байланысты әртүрлі болады. Яғни, ол тігінен болуы мүмкін, қиғашынан немесе көлденеңінен орналасуы мүмкін. Ұштары қондырылған жапырақшалы оймалы қалтаны өңдеу. Ең алдымен қажетті пішім бөлшектермен танысайық. Бізге негізгі матадан негізгі бөлшек 1 бөлшек, жапырақшадан 2 бөлшек, көмкерме әдіптен 1 бөлшек қажет. Астарлық матадан астарлық 2 бөлшек қажет. Арнайы матадан бойлама 1 бөлшек қажет. Мына жерде сіздерге пішім бөлшектердің өлшемі көрсетілген. Негізгі бөлшек ұзындығын және енін 20 см-ден пішіп аламыз. Жапырақшаны ұзындығын 19, ені 8 см. Көмкерме әдіптің ұзындығы 19, ені 6 см. Астарлық ұзындығы 19, ені 17 см. Бойлама ұзындығы 19, ені 5 см. Жапырақшаны желімдеу. Суретте сіздерге көлденеңінен мына қалтаның жапырақшаның дайын күйіндегі ұзындығы берілген. Ол 14 см болу керек. Дайын күйіндегі жапырақшаның ені 3 см болу керек. Және де мына жерде бүгілу сызығы көрсетілген. Жапырақшаның біз теріс бетіне желімдік матаны үтікпен өмеумен желімдейміз. Қалың матада жапырақшаның 2-ден 1 бөлігіне желімделеді, жұқа маталарда толықтай желімденеді. Жапырақшаның теріс бетіне желімдік мата желімденеді. Қалта орнын белгілеу. Негізгі бұйымда қалтаның орны тік және көлденең сызықтардың көмегімен белгіленеді. Бірінші сызыққа қақпақша, екінші сызыққа әдіп, үшінші және төртінші сызыққа қалтаның шеті белгіленеді. Қалта орнын сызған кезде бор сызығының ені 1 мм-ден аспау қажет. Бойламаны орналастыру. Бойламаны теріс жағынан қалтаның тігілетін жеріне жапсырады немесе көктеп алады. Көп жағдайда әрине жапсырады. Жапырақшаны бүгіп үтіктеу. Яғни жапырақшаның 2-ден 1 бөлігіне желімдік қатырманы жапсырады, оны тура ортасынан 2-ге бүгіп үтіктеп, алдын ала көктейді. Сіздерге суретте уақытша тепшіммен
көктеу көрсетілген. Жапырақша мен қалта астарын қосып көктеу. Жапырақша мен қалтаның ішкі астарын оң бетімен беттестіріп, қиықтарын теңестіріп, жапырақша жағынан қосып көктейді. Тігістің ені 9 мм. Жапырақша мен қалта астарын қосып тігу. Жапырақша мен қалтаның ішкі астарын жапырақша бөлшегі жағынан тігістің басына және аяғына бекітпе бере отырып қосып тігеді. Тігістің ені 10 мм. Көмкерме әдіпке қалта астарын қосып көктеу. Яғни оң бетімен беттестіріп, қиығын теңестіріп, әдіп жағынан қосып көктейді. Тігістің ені 9 мм. Көмкерме әдіпке қалта астарын қосып тігу. Көмкерме әдіп пен қалта астарын көмкерме әдіп бөлшегі жағынан тігістің басына және аяғына бекітпе бере отырып қосып тігеді. Тігіс ені 10 мм. Тігісті астар бөлігіне қаратып жатқызып үтіктейміз. Жапырақшаны негізгі бөлшекке қосып тігу. Жапырақшаның бүгілу сызығын төмен қарай орналастырады. Төменгі бақылау сызығына екіге орналастырып, үшінші және төртінші көмекші сызықтармен сәйкестендіреді. Тігістің қайып тігу тігісінің басын 3 пен екінші көмекші сызықтардың қиылысу нүктесінен бастап, тігістің аяқталуын 2 мен 4-ші көмекші сызықтардың қиылысу нүктесінен аяқтаймыз. Сол кезде біздің тігісіміз түзу шығады. Көмкерме әдіпті негізгі бөлшекке қосып тігу. Көмкерме әдіпті негізгі бөлшекке оң бетімен беттестіріп, бақылау сызығына орналастырады. Көмкерме әдіппен негізгі бөлшектің бақылау сызықтарын сәйкестендіреді және де 1-2 мм жеткізбей көктеп алады. Бақылау сызығы бойымен көмкерме әдіпті негізгі бөлшекке тігістің басына және аяғына міндетті түрде бекітпе бере отырып бастырып тігеді. Одан кейін көктеу жіптерін сөгітеміз және де теріс жағынан жатқызып үтіктейміз. Қалта аузын қию, аудару және бекіту. Қалта аузын теріс жағынан ортасынан екі жақ шетіне қарай 10-15 мм қалғанда бұрыштап қиямыз. Яғни бұрышына 1-2 мм жеткізбей қию қажет. Бұл оймалық қалтадағы ең маңызды процесс десе де болады. Жапырақшаны оң бетіне аударып, қалтаның кірер аузын көктеу. Яғни бөлшектерді аударып, оң бетінен жапырақшаны түзеп, көмкерме әдіпті қосып тігу тігісін қиғаш тепшімен көктеп аламыз. Одан кейін жапырақшаның бүгілген шетін көмкерме әдіпті қосып тіккен тігістермен теңестіре отырып, тігістің ені 10-15 мм-де түзу тепшімен көктейді. Көктеп болғаннан кейін қалтаны бумен булайды. Алдын ала көктейміз, себебі жапырақша жылжып кетпеу керек. Қалтаның бұрыштарына бекітпе беру керек енді. Негізгі бөлшектің теріс бетінен бұрыштарын түзеп, екі қайтара бекітпе береміз. Одан кейін қалта астарын 10 мм-ге айналдыра қайып тігеді. Дайын қалтаны алдымен теріс жағынан, одан кейін оң бетінен басып үтіктейді. Мына жерде сіздерге қалтаның дайын күйі және де түйін күйінде өңделген қалтаның тігіс схемасы көрсетілген. Назарларыңызға рахмет.